Сәлем достар, бүгін сіздермен сарымсақ қосылған нан жасаймыз, яғни орысша айтқанда гренки. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Ең алдымен нанымызды ұзынша қылып турап шығамыз. Енді сарымсағымызды майдалап етіп турап аламыз, немесе теркадан өткізуге болады. Ерітілген сары майымызға сарымсақты салып, үстіне тұз, бұрыш, паприка салып, бәрін жақсылап тұрып араластырып шығамыз. Араласқан массамызды нанның үстіне құйып, бәрін біркелкі етіп араластырып қоямыз. Енді нанымызды біркелкі етіп табамызға жайып шығып, 200 градуста қызып тұрған пешке қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей біздің гренкиміз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ал сіздермен бірге болған сымбат, каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.